2011 жылы Шымкент қаласында қаныпезер маньяк туралы сыбыстар тарала бастады. Ол әйелдерді вокзалдың жанынан көлігіне отырғызады да қаланың сыртына апарып зорлайды, сосын тонап өлтіріп кетеді деген әңгімелер халықты дүрліктіріп қойды. Әйелдер вокзалда таксиге отыруға қорқатын болған. 4 айда қандықол қылмыскер бір әдіспен 4 әйелді өлтіріп кетті. Оның қолтаңбасы анық байқалды, бірақ құқық қорғаушылар оны бірден ұстай алмады. 2011 жылдың желтоқсан айында Шымкент қалалық полиция департаментіне ерлі зайыптылар арызданып, туған қызының жоғалғанын хабарлады. Олардың мәліметіне сәйкес 29 жастағы Екатерина бір күн бұрын Астанадан пойызбен шыққан. Шымкент вокзалында такси ұстағаннан кейін ұшты күйлі жоқ болып кетті. Сол күні үйіне келмеген. Екатеринаның хабарсыз кеткеніне көп уақыт болмаса да, полицейлер тексерісті бастап іздеу шараларына кірісті. Құқық қорғаушылар алдымен вокзалға барды. Сол жерде жүрген қызметкерлер мен сатушылардан жауап алғаннан кейін маңызды бір нәрсені анықтады. Екатерина перроннан түсіп, қалаға шыққан бойда жеке меншік такси қара Мерседеске отырып кетті. Басқа ақпарат болмады. Сол күні қаланың сыртымен келе жатқан бір көлік жүргізушісі тас жолдың бойында қыздың өлі денесін тапты. Криминалистер Екатеринаны бір көргеннен ақ зорлық-зомбылықтың құрбаны болғанын білді. Оны алдымен зорлаған, артынан өзі ұстаған, сөмкенің бауымен қылғындырып тастаған. Ал сот медициналық сараптама оны бір емес, екі адамның зорлағанын анықтады. Қылмыскерлер Екатеринаның алтын сырғасы мен бір шабадан киім-кешегін алып кеткен. 2 ай өтті, алайда полицейлер ештеңе таба алмады. Қылмыскерлердің ізіне де түскен жоқ. Қара Мерседестен басқа іліп алатын нәрсе болмады. Осы кезде полицияға 25 жастағы Әлия есімді қыздың жоғалғаны туралы хабар түсті. Сарыағаштың тұрғыны Шымкентке барамын деп жолда көлік ұстап кеткен. Сол күйі жоғалды. Куәгерлер бір ғана нәрсені есіне түсірді. Ол қара түсті шетелдік автомобиль. Келесі күні Саутамтыға қалмаған қыздың өлі денесі табылды. Қылмыскер оны жолдың бойында тастап кеткен. Тергеушілер екі қылмыстың байланысын тексеріп жатқанда тағы бір суық хабар келді. Тас жолдың бойында бір әйелді өлтіріп кеткен. Осы жолы Оңтүстік Қазақстан облысының 50 жастағы тұрғыны қылмыскердің қолынан қаза тапты. Ол да вокзалда қара Мерседеске отырған. Маньяк қылмыскер әйелді мойнында болған орамалымен буындырып тастады. Сосын 100 000 теңгенің алтын әшекейлері мен 35 000 теңге тұратын ұялы телефонды алып, ізін жасырған. Тергеушілер осы қылмыстардың бір адамның мойнында екенін түсіне бастады, себебі барлық жерде жеке таксист пен қара көлік болды. Ал қаланың ішінде маньяк туралы сыбыстар тез тарала бастады. Әйелдер мен қыздар асығып тұрса да қара көліктерге мінбей қойды. Алайда тура 8 наурыздың қарсаңында адам мерекелік көңіл күйдің әсерінен көп нәрсені байқамайды. 7 наурызда Тамара жұмыстан шыққасын үйіне қатты асығып тұрған, өйткені қонақтар келеді. Оған қоса туған туыстарға сыйлық алу керек. Сөйтіп, көшеде такси тоқтатып тұрғанда қара Мерседес жетіп келді. Тамара оған мән бергенде жоқ, көлікке отырып мекен-жайын айтты. Келесі күні оның мәйіті қаланың сыртында табылды. 4 айдың ішінде 4 әйелдің мәйіті табылса да, құқық қорғаушылар қылмыскерді ұстай алмады. Ал Ішкі істер министрлігінің лауазымды тұлғалары қалайда болса маньякты ұстауға тапсырма беріп, күнді есеп сұрап отырды. Содан тергеушілер вокзалға барды. Сол жерде әрбір таксисті тексеріп, саусақтың ізін алды. Әрқайсысын қылмыстық есеп бойынша қарап шықты, бірақ одан да нәтиже шықпады. Жол патрульдік полиция экипаждары болса, қалаға кірген шыққан қара Мерседестерді тоқтатып тексеріп отырды. Артынан олардың дәл осы тұста қателік жібергені белгілі болды. Полицейлер қылмыскерді Қазақстан азаматы деп ойлаған. Сөйтіп, қазақстандық нөмірлері бар қара көліктерді тексерген. Ал көрші елдің тіркеу нөмірлерімен жүрген Мерседестерге қарамай өткізіп жіберді. Айтпақшы, осы қателікті полицейлер өзбекстандық әріптестері хабарласқанда бірақ білген. Сөйтсе, олар жарты жыл бойы шекараға жақын жерде әйелдерді зорлап, артынан өлтіріп жүрген маньякты ұстай алмай жүр. Қандықол қылмыскер Өзбекстанда осы іспетті 7 қылмыс жасаған екен. Көрші елдің құқық қорғаушылары оның аты жөнін де білетін болып шықты. Қылмыскердің аты жөні Полатбай Бердалиев. Сіздер 3 себеп болыпты мына. 3 мақсаттарыңыз болған: тонау, зорлау және өлтіру. Енді ол 3 себептердің қайсысы басты болған? Немесе одан басқа себеп бар ма? Басында жаңағыдай өлтіретін ойым жоқ, кейін сәйгелі жашырмады, өлтіріп қойдым. Жоқ, түсінікті ғой, не үшін өлтіргеніңіз? Өзбектің қарапайым отбасында дүниеге келген. Мектепті бітіргеннен кейін ақша табамын деп Шымкент қаласына келген. Алайда өзіне лайықты жұмыс таба алмады. Содан күн көру үшін адам тонауға көшкен. Полатбай Бердалиевті ұстау операциясы Астанада өтті. Тіпті кезінде ата-анасының үйінен қылмыскердің қолынан қаза тапқан бір әйелдің орамалы табылды. Ал қалыңдығына дайындап қойған сыйлықтардың ішінен алтын әшекейлер шықты.
Тергеу кезінде Болатбай Бердалиевтің 11 қылмыстың көбін жалғыз емес сыбайласымен бірге жасағаны анықталды. Сөйтсе, Әбдусейіт Орманов екеуі мектеп жасынан бірге жүрген. Екеуі оқушы кезінен қыз зорлаған болып шықты. Алайда жасөспірімдерді ұстаған жоқ. Тергеудің нәтижесі де шықпады. Қыздардың ата-анасы арыздарын қайтарып алған. Бәлкім құқық қорғау органдарында жұмыс істеген Бердалиевтің әкесі зардап шеккендермен келісімге келген шығар. Осыдан кейін Болатбай жазаға тартылмайтынын сезініп, жолдасы екеуі қыздарға зорлық көрсетуді тоқтатпады. Бердалиев Өзбекстанда 7 қылмыс жасағаннан кейін көрші елде өз кәсібін жалғастыруға шешім қабылдаған. Ал туған туыстары оны табыс тауып жүр деп ойлады. Bir күннің ішінде біраз ақшамен қайтып келетініне де мән берген жоқ. Serikboyeva murdalari qotillik alomatlaridan topilgan. Mazkur qotillik jinoyatiga aloqador. Бердалиев өз кінәсін толығымен мойындады, алайда тергеушілер оның сөзден тайып кететінін білді. Күдікті кез келген уақытта айтқаннан бас тартып күштеп мойындатты, немесе қысым жасады деп шығуы әбден мүмкін. Содан тергеушілер шекара қызметіне сұрау салып, оның шекарадан өткен уақытын алдыртты. Оны тексергенде жасалған қылмыстармен сәйкес болып шыққан. Бердалиевтің кластасы Әбдусейіт Ормановта жасаған қылмыстар үшін ең қатал жазаға тартылатынын білді. Сөйтіп сотта өмір бойына бас бостандығынан айырылу жазасынан құтылу үшін екеуі де айтқан сөздерінен бас тартты. Дегенмен сот Бердалиев пен Ормановқа ең қатал жаза өмір бақи бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.